Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгін кофенің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Кофе сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге, кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Жаттығудан кейінгі бұлшықет ауруын басады, күйзелістен құтқарады. Бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға, қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Кофенің зияны ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп, 6 сағатқа дейін белсенді болады. Кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болмайтыны туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып, немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Кофе түсік тастау қаупін арттырады. Ана болу мүмкіндігін азайтады. Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Кофе тәтті құмарлыққа әкеледі. Қан қысымын көтереді. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары бар екенін естен шығармаңыз. Сондай-ақ, егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлден бас тартқаныңыз дұрыс. Құрметті оқырмандар, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.